құрметті оқырмандар және желі пайдаланушылары. Адам санасынан мәңгілік өшпес, із қалдыратын ең керемет, ең ғажап сәттердің бірі балалық шақ. Тәрбие мен көрегенділікті, қатар қызметті алып жүретін тұлғалармен таныстыруды көздейтін үлкенге 100 сұрақ онлайн жобасы аясындағы кезекті шығарылымын бастаймыз. Бүгін бізде қонақта Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы халықаралық қорының Жамбыл облысының бөлімшесінің төрағасы, зейнеткері Хибат Ысқырбеков. Ең алғашқы сұрағымды ерекше есіміңіздің білдіретін мағынасынан бастасақ деп отырмын. Сіздің есіміңізді кім қойған? Менің есімді әкемнің досы болған сол кісі қойды деп естідім. Маған өзіме де қызық, бұл ерекше қайдан табылды деді. Оны айтады, Құраннан алынған деді. Егер сіздер білсеңіздер, мына жерде бізде Хибатулла дейтін үлкен мешіт бар. Ал оның тарихын мен зерттеп қарасам, біздің ертеде осында алғаш мұсылмандық басталған кезде Хибатулла дейтін кісі мұсылмандықты оқып, содан кейін парсы елдеріне барып білімін көтерген екен. Сөйтіп, сол жақта ол кісі жерленген. Оны біздің кезінде елші болған Дербіс әлі дейтін профессор ағамыз кейіннен бізде қазақ әлгі діни басқармасының бастығы болған кезде, ұмытпасам 2012 жылдар алғашында мешіт ашылғанда келіп сол кісі ұсыныс берген Назарбаевқа. Мешіттің атын не қоямыз дегенде, осы Хибатулла дейтін осында алғаш мұсылман болған, ол осы парсы елдерінде барып білім алған, сабақ берген, сол кісінің мен тарихтарын тақыдым, осы Тараз қаласынан шыққан екен деп. Мен соған байланыстырып ойлаймын, может сондай бір ырыммен қойған шығар деп. Кішкентай кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Жас кезімде мен геолог болсам деп армандадым. Оған енді оқуға түсетін кезде, ол кезде сол біз ауылдық жерде тұрдық, соны әкем ақыл берді балам. Біздің елде Балтабай дейтін ағам бас инженер бар, өте жақсы азамат, сен соның жолын бұл дегенге Алматы қаласындағы ауыл шаруашылық институтының инженер-механик факультетіне түсіп, соны бітірдім. Мамандығым инженер. Сонда сіз кішкентай кезіңізде ата-анаңызға күніге мен геолог боламын деп айтып жүрдіңіз бе? Жоқ, өйтіп айтқан жоқпын, бірақ өзім армандайтын. Ал енді кім боласың деп сұраған кезде ойымда айттым, мен геолог болғым келеді дедім. Димаш атаның атымен аталатын осындай қорды басқарам деп ойладыңыз ба? Жас кезімізде ондай туралы ой болған жоқ, бірақ кейін осындай уақыттар болып, осындай талаптар болғаннан кейін мен басқарам деп ойлаған жоқпын, бірақ қолымнан келген көмекті қорға жасауға тырыстым. И жасадым. Мысалы мен ана кездегі интервьюімде ағай айтты, мен ұстазымның мұрнын сындырып ағам деп. Сізде осындай оқиғалар болды ма? Жоқ, ондай оқиға болған жоқ. Біздің кезімізде тәртіп өте қатаң болатын. Ұстаздар келетінде біз орнымыздан тұрып, сәлемдесетінбіз, бас киімімізді алатынбыз. Ол кездегі тәртіп бөлек болатын. Сондықтан біз ұстаздармен ондай жауапкершілікпен қараймыз барлығы. Ал енді мектепте ұстазыңыз қойған лақап атыңыз болды ма? Жоқ, болды. Болған жоқ. Бос уақытыңызда немен шұғылданасыз? Бірақ менің әлгі бірге оқыған класстастар менің қалқанлық дейді. Қалқандай әлі. Өте қалқанлық деп ойлайды кейбір. Ол жақсы. Бос уақытыңызда немен шұғылданасыз? Яғни хобби. Бос уақытысында аңға шығуға жақсы көремін, бірақ рет келмейді. Көбірек кітап оқуға тырысамын, бос уақытым болса. Бос уақытым болса, осы қордың жұмыстарымен айналысуға тырысамын. Бос уақытым болса, немерелеріммен жұмыс істеуге тырысамын. Бос уақытым болса, солар кітапханаларға алып келуге тырысамын. Әр кезде әрқалай болады. Атаңыз сізге ұсынатын міндеттері бар ма еді? Мысалы, менікі үй таза болсын, өйткені мен қыз боламын, сөйтіп маған айтатын. Қазір айтады сізге сөйтіп айтатын атаңыз не деп айтады? Атам ол кезде айтатын жұмыс
немесе оқы. Ол атамен өте бақылан адам болды. Сондықтан бізге көбінесе жаңағы огород есіктің алдындағы қалың қарбыз егуге, соны түбін шабуға, суғаруға, сосын шөп жоңашқан оруға, оны жинауға, сондай жұмыстар толып жұмсайды. Немерелеріңізге ұсынатын кітабыңыз қандай? Мен осындай ертіп келемін немеремді, балалар жасөспірім кітапханасына. Соны өзге балалар әртүрлі тақырыптар, бірде әлгі аңдар туралы, бірде соңғы келіп алғанда дүние жүзіндегі мемлекеттердің жалаулар туралы кітаптар алды. Ол мен ұсынбаймын, ол келіп аралап әдіскерлермен ақылдасып соны кітап алады. Кітап оқығанды сіз жақсы көресіз бе? Кітап оқығанды жас кезімізде жақсы көретінбіз. Қазір енді барлығына телефонда тұрғандықтан қысқа информацияны оқыған жақсы көремін. Ал енді сіздің кітабыңызда ең сүйікті кітабыңыз бар ма? Ең сүйікті кітабым қазір мен ақиқаттан ақтау оңай дейтін Мұхаммед Ахметов Қонаевтың кітабы. Оны қайта-қайта оқудан жалықпаймын. Бітірген мамандығыңыз қандай? Мен екі мамандық бітірдім. Біреуі инженер-механик Алматы қаласында ауыл шаруашылық институтында оқыдым. Екіншісі кейін заманның талабына байланысты экономист юрист дейтін мамандық алдым. Мамандығыңыз бойынша жұмыс жасадыңыз ба? Иә, мамандығым бойынша жұмыс жасадым. Өзіңізге ғана белгілі, бірақ басқалар біле бермейтін әдетіңіз? Өзіме белгілі. Алақаным кішісі ақша келетінін біледім. Үшіншісін ұмытып қалдым. Отбасыңызда қанша ағайындысыздар? Біз отбасымыздан 8 ағайындымыз. 3 қыз 5 баламыз. Өте көп. Ол кезде сондай болады. Сізді анаңыз барлығыңызды бірге мейірімге бөле алды ма? Анамыз бәрімізді мейірімге бөледі. Достарыңыз көп пе еді? Менде неше түрлі достар бар, әлі де бар. Бір үлкен достар бар, ата сияқты. Өзіммен жас достар бар. Бұрыннан бері келесі Бұрыннан көп. Өнерге я болмаса ақындыққа жақындығыңыз бар ма? Жоқ. Сізге сыйлаған ең қымбат сыйлығыңыз? Сыйлаған ең қымбат сыйлықта айтылмайды. Сыйлық туралы. Маған соңғы мынау ең қымбат сыйлық. Атамның ескерткішін, Мұхаммед Ахметов Қонаевтың ескерткішін жасаған 4 жігіт болды. Солар осы ескерткішке арнайы келіп статуэтканы бронзадан жасап әкеліп мынау сізге деп бір-ақ экземпляр жасалған, соны маған сыйлап отырған сыйлық жоқ. Ал енді өмірге бір нәрсеге өкініп әттеген-ай сәттеріңіз болды ма? Әттеген-ай дейтін өмірде көп болады, бірақ оны тез ұмытуға тырысамын. Бала кезіңізде мінезіңіз қандай болды? Бұзық болдыңыз ба? Бала кезімде ма? Бала кезімде енді өте шапшаң болдым. Жылдам ойлайтынмын, жылдам жұмыс істейтінмін, жылдам шешім қабылдайтынмын. Енді сіз мектепте енді ұқыпты оқушы, беске оқитын оқушы болсаңыз, енді соны тексеріп көрейік логикалық сұрақтармен. 2 асқазанды бар жемдік. Қалай? 2 асқазанды бар жемдік. 2 асқазанды бір жәндік. 2 асқазанды бір жәндік білмейді екен. Кім айтасыз ба? Айта бер. Ол кішкентай ұшып жүрген. 2 білмейді. Балды жақсы көреді. Балды жақсы көреді. Ол кішкентай жем, ұшып жүреді. Көктемдерде көреді. Апырай, білмейді. Ол ара. Өзі балды шығармаймын, онда 2 асқазан бар ма? Білмеймін. Я бар. 2 асқазан бар. Я бар. Көзді ашып тұрып түшкіруге бола ма? Көзді ашып тұрып түшкіруге болмайды. Ал не үшін деп ойлайсыз? Ол адамға сондай рефлекс болады, соған байланысты. Ал енді ол барлық адамдарда бар, иісшіл егіздер не? Қалай? Иісшіл егіздер. Иісшіл егіздер.
Бұл көп адамдарда бар. Сізде бар, менде бар. Екі, екізде. Жұмылған көзбен не көруге болады? Жұмылған көзбен бәрін көруге болады. Түс көру. Түс көреді. Қандай сұраққа иә деп жауап бере алмайсыз? Қиын сұрақтар бар. Жайсыз сұрақтар бар. Ұйықтап жатырсың ба? Ұйықтап жатсаң иә деп айтамыз. Қандай ыдыстан тамақ жеуге болмайды? Қалай? Қандай ыдыстан тамақ жеуге болмайды? Қандай ыдыстан тамақ жеуге болмайды? Таза бос ыдыстан. Жоқ. Бос ыдыстан. Еске бар. Сосын бәрі бар. Бірін көрмейтін көрегендер. Көз? Дұрыс. Адам температурасын сезбейтін сезім мүшесі? Адам температурасын сезбейтін сезім мүшесі. Ол не? Сезім мүшелері. Мұрын, көз, құлақ. Көз. Жүзе алмайтын жануар. Жүзе алмайтын жануар. Жүзе алмайтын жануар. Аты не деген? Ол жібек жолдарына көп жүретін болады. Түйе ме? Иә. Жүзе алмайды. Өзінің айнынан тани алатын жалғыз жануар. Мысық? Жоқ. Шимпанзе. Шимпанзе. Ал енді жаратмаштарға көшейік. Мен сізге қазір жаратмаштарды тез айтамын, соны қайталап көріңіз келесіз. Хаким хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хаким хат ашып отыр, хат ашып шатасып отыр. Хаким хат ашып отыр, хат ашып шатасып. Сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген бе, сүрінбеген бе, ба? Жоқ. Сүрінген бе, сүрінген сүрінген бе? Сүрінген бе, сүрінген бе? Омар таға балалар бар, балаларды аралар талар. Омар балаларды аралар таларды. Дұрыс. Ал енді логикалық сұрақтарды біттік, жанбаштарды біттік. Жұмбақтарға көшеміз. Хорошо. Бір жолда екеуі жатсады, бір-бірінен оза алмай алысады. Аяқ? Темір жол. Үйде жездем жатыр, жез бұлбауын орап жатыр. Білмеймін. Ол барлық үйлерде бар. Үйде жездем жатыр. Жез бұлбауын орап жатыр. Шыдан басталады, шыдан бітеді. Неден басталады? Шыдан басталады, шыдан Сағат бітеді. па? Жоқ. Сыпырғыш. Екі егіз қарсы келді, арасынан көкміз түсе берді. Біреуі жанды, біреуі жансыз. Екі егіз қарсы келді, арасына Көкміз түсе берді. біреуі жансыз, біреуі жанды білмеймін. Ол барлық үйлерде бар деп ойлаймын. Тоңазытқыш? Жоқ. Ене? Айна. Айна. Біреуі жансыз, біреуі жанды. Ал енді біздің сұхбатымыз бітті. Сізді біздің сұхбатымызда көруге қуаныштымын. Енді сізді қазіргі көріп отырған оқырмандарыңызға қандай тілек айтасыз? Бұл шынында да мына үлкен жұмыс жасап отыр екенсіздер. Оқырмандардың барлығына мен осындай сұхбаттарды жақсы адамдардан көбірек алып, таратып, жас ұрпақтарға осы жақсы адамдардың үлгі қасиеттерін тарата берсек, тәрбиелей берсек, өте дұрыс болады. Жұмыстарыңызға жеміс тілейміз, аман болайық. Сау болыңыз.